Қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Баян. Бүгін біз тез, жылдам дайын болатын пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа қажет. Таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды саламыз. Үстіне шекерімізді қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, тіркеле кетіңіздер. Сіздерді алда неше түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Миксердің жай жылдамдығынан бастап жоғары қарай көтеріп, жақсылап миксерлеп аламыз. Мен осында ақ пена шыққанша жақсылап миксерлеп алдым. Менде миксерлеу ұзақтығы 5-6 минут болды. Жақсылап миксерлеп болғаннан кейін үстіне бөлме температурасында еріп тұрған сары майымызды қосамыз. Сары май менде 82,5% сары май. Сары майымызды қосып, жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болғаннан кейін үстіне електен өткізілген ұн мен қопсытқышымызды електен өткізіп қосамыз. Достар, егер менің каналым ұнап жатса, сіздерден лайк, комментарий күтемін. Жақсылап миксерлеп аламыз. Арасында түйіршіктер қалып кетпеуін жақсылап қадағалаңыздар. Миксерлеп болғаннан кейін менде осындай масса шықты. Қатты сұйықта қоюда емес, массамыз өте жақсы болып шықты. Енді формамызға саламыз. Менде осындай формаға пісірдім. Өзіңізде бар неше түрлі формалармен пісіре беруге болады. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минут шамасында пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сондықтан пештеріңізге қарай қарап тұрыңыздар. Мінекей қасықтың көлемі барлығын бірдей қылып жақсылап салып шықтым. Осындай әдемі пирог шықты. Қараңыздаршы, неткен жұмсақ, дәмі де ерекше болып шықты. Дәл осындай рецептімен жасауға кеңес беремін. Сіздермен болған Баян. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.